жағдай жасаймыз деп бүгін бұрыш ашқалы отыр. Мынау ашқалы отырған бұрышымыз көп болсын. Осы жерде біздің шәкірттеріміз, мұғалімдеріміз, ата-аналарымыз өзімен білім нәрімен сусындар. Ең рухани бай, үлкен бір өзіне бастама болатын мынау біздің бүгінгі ашылғалы отырған бөлмеміз, бұрышымыз үлкен бір жақсылықтың бастамасы болсын. Бүгін енді білім бөлімінен біздің Айгүл Қалбек апайымыз келіп отыр. Менің шәкіртімнен мақтанамын. Бүгін міне жаңа бұрыштың алғаш ашылу жаңа лентасын құйды. Айгүлге мен тапсырайын енді.
аймақтық мектептерімізден келген қонақтар, жерде кітапханасы, мұғалімдері және осы жұмыстарды жүргізетін әдістемелік завучтар келіп отыр. Құдай қаласа, осы бір үлкен идея туындаған кезде ең бірінші осы Айгүл апайдың бастамасыменен кітапханаға біздің пікірлерін пікір тастаған болатын оқушылар. Осындай бір бұрышты ашсақ деп өздері желтоқсан айында жәрмеңке ұйымдастырды. Осындай жәрмеңкелер ұйымдастырып, сол жәрмеңкеден түскен ақшаға тағы да басқа былай көп демеушілік жасауға ағайдың өзінің ай сайынғы кітапқа деген 30 000 теңге бөліп отырады әр айда. Соның арқасында кітаптар беріп жаңадан мектебімізге, кітапханаға, және де осы үлкен бір бұрышты ашуға үлкен бір бастама болды. Кітапханаға қатысты бұл кісі содан пікір туындап, былтырғы жылы біз әдістемелік семинар берген боламыз қалалық. Сол жерде 16 мектепке осы кісінің жобасы тарқады. Сол жобаларға танысқан біздің әдіскерлеріміз кешегі аймақтық олимпиадада осы кісі туралы айтты маған. Апай сол байланыстыра отырып өздеріңізді жеткізсеңіздер деймін. Критерий осылай. Және ең соңында семинарды екінші бір іс-шарамыз сіздерге ас мәзірі бар. Оқушыларымызға төменде ас мәзір дайындалып жатыр. Мектептің қазір береміз, сол арқылы жалғасады. Қош келдіңіздер дейін тағыдан. Бүгінгі күніміз сәтті Өзің оқы, өзгені шақыр атты жобамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі іс-шарамыздың ашу үшін химия, биология және кітапхана ісі жөніндегі әдіскер Бекбосынова Айгүл Қалыбекқызына сөз кезегін береміз. Сіздер бастап, жобаны бастаушы болып, ұжым қолдап, мектептің ұжымының қолдауының арқасында, оқушылардың белсенділігінің арқасында бүгін жоба өз жүйелі жұмысының нәтижесін жаңа бастап, мынандай керемет деп бір бұрыш аштық, жаңа сыртта айттым. Енді осы жобаға атсалысқан біздің оқушыларымыздың осыдан 2 апта бұрын қазір әр оқу орнында оқып жатқан студенттеріміз келіп өзінің рахметтерін айтып кетіп жатыр. Біз онымен қуанамыз. Мен енді жаңағы қолдаушылар деп сенемін. Жаңағы өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп, Аққала мектебінде мына жоба жүзеге асып жатыр екен. Не аламыз, не бере аламыз деген керемет біз педагогтар қауымы өзіміздегі бар күш-қуатты оқушыға береміз. Одан олардан кішкене өзімізге энергия аламыз. Міне рахмет келгендеріңізге, қонақтарға. Енді жаңа айттым ғой,
да жобаны қаржыландыру мақсатында арнайы жәрмеңкелер өткізді. Бұл тек жалғыз жобаның емес, бұл кітап кемел адам тобының жетістігі. Жалғыз біздің тілде мақсат болса, егер сіздерде онда жалғыз бір істі жалғыз өзім атқарамын, бірдеңе істеймін деген шүкімді ұмыту керек. Себебі жалпы топтың жұмысы бір адаммен салыстырғанда жоғарғы деңгейде әрі өз санасына жетерлік деңгейде болады. Жобаның пайда болуы бізге мүмкіндіктер арқылы туды. Мүмкіндік екі жолмен туады. Бірінші жолы адамдар арқылы, ал екінші жолы қандай да бір оқиғалардың әсерінен. Бізге бұл жобаны жүзеге асыру екі тәсілмен де келді. Себебі біз жобаның ашылуы ол республикалық оқуға құштар мектеп жобасы арқылы басталса, одан соң нәтижеге сіздердің көмектеріңіз жетілдіруіміз үшін, білімімізді әрі қарай толықтыруымыз үшін қажет. Сол себепті біз алдағы уақытта кітап оқуды әдетке айналдыруға тиіспіз. Яғни жан-жақты білімді адам ол әртүрлі тақырыптардан хабардар болып, әрбір пікірталасқа дайын болады. Яғни көп оқысаң көп білесіз. Сол себепті әрбір ортада білімді, жан-жақты, өзінің ойлау қабілеті жоғары адам, ол жоғары адамға әрбір ортада құрмет ерекше болады. Ал біз сол құрметке ие болуымыз керек. Өзіміздің жан тыныштығымызды қалауымыз керек. Және де қазақта білімді мыңды шығады деп бекер айтпаған. Яғни біз ол кітапты оқи отырып, ондағы оқушылар, құрметті кітап сүйер қауым. Ең алдымен бейнематериалды тамашалай отырып, жобамыздың тарихына шолу жасасақ. Бұл жоба республикалық оқуға құштар мектеп бағдарлама аясына негізделе отырып, Атығай Сұлтан ағайымыздың тың идеясымен басталған болатын. 2023 жылдың ақпан айының 10 жұлдызында кітаптың ең үздік топтамасымен шағын кітапханада аз ғана құраммен біздің ең алғашқы кітап кешіміз өткен болатын. Шағын ғана ортамен құраммен, яғни шағын 10 шақты кітаппен басталған бұл жобамыз айтарлықтай жетістіктерге жетіп, жоғарғы көрсеткіш көрсетеді деп біз ойламаған едік. Жобаның негізгі мақсаты кітап сүйер жастардың қатарын көбейту. Тұлға болып қалсаңыз, кішкентай миштаныңды басқарады. Жалындаған қызыл өрт байқасаңыз, жарқ еткен бір ұшқыннан басталады. Алланы танып адам ұғынады, жұдырықтай жүрекпен сезеді де. Тым биік бәйтеректе жығылады, кішкене құр түскенде өзегіне. Іздесең сұрағыңа жауабыңды, бір аяқ көңіліңді тоқылады. Таудай қылып жинаған сауабыңды, тарыдай тәкаппарлық жоқ қылады. Шолшып жүрген шортандар теңізінде, тым кішкентай қармаққа ілінеді. Көк ұшқандар үңгітіп қазған әлде, жер тартылған тұлпар да сүрінеді. Теңізді тіліп өткен кемелерді, кішкентай тесік суға батырады. Бірлігі сөгілмеген кемелерді, азғантай бөліп келіп сапырады. Сізді алдыма қойған мақсатымды белгілі бір құлшыныспен жасамайтынмын. Себебі біз өзіміздің ісімізді істеу барысында күрделі жағынан басталып, әрі қарай құлшынымызды сүрдіріп аламыз. Жазғы демалыс кезінде мен осы кітапты интернет желісінде тапсырыс беріп алдырдым. Бұл кітапты кітап оқымайтынмен, кітап оқысам да соңына дейін жеткізбейтінмен, бұл кітапты 2 апта ішінде толық оқып бітірдім. Басында қызық болды, ішінде толған лайфхактар, ішінде ұнағандары шет тілін үйренудегі тиімді тәсілдер және жапон кайдзеннің әдіснамалары, ерте тұру, кітап оқу секілді түрлі әдістер бейнеленген. В своей жизни, а выступая на соревнованиях, чувствую себя, как будто ты на тренировке. Мне очень нравилась эта книга, я вам советую. Және де біздің жобамыздың негізгі кітаптарының бірі Кемел адам кітабы. Қайрат Жолдыбайұлы Кемел адам. Яғни бұл кітапта адами құндылықтарды дәріптейді, яғни моральдық құндылықтарды дәріптейді және керемет байланыстыруға болады шығыңыз. соны таңдап алған мүмкін. Таңдады ғой бұл кісі.
Жалпы телефон иә жаңа балаларымыз біздің айтып жатыр, андай керемет айтып жатыр. Интернет желісін алып, телефонды алып уақыттарыңызды кетірмеңіздер деп. Бұның ондай жағы да бар шығар, енді дұрыс емес та. Бірақ мен айтар едім, бұл кітапты осы телефон ішінен де оқуға болады. Өйткені мен өзім ондайды көп қараймын, оқимын. Сондықтан кітапты жаңа күнделікті сумкаңызда алып жүру мүмкін емес қой. Сондықтан көбінесе мен осы телефондағы кітапты қолданамын. Сізге де дәл сондай алғашқы мектептің атынан сіздер үшін рахмет. Кітап қой, адамның рухани азығы болатын. Балдарды көріп жатырмын, керемет. Ертең қоғамның қай саласына барса да өзінің сондай білгір, жан дүниесінің сауатты екендігін көрсететін бір керемет тұлға болып қалыптастырып жатыр осы мектепте, осы жоба бойынша. Яғни 100 теңгең болғанша 100 кітап болсын деймін. Осы мына затпенен байланыстырып айтып байланысты бүгінгі күнді, бүгінгі сәтті, осы сәттесіз. Адамдар осы сәтте сөзін үйрену керек деп отырмын. Қазіргі сәтте мен қолға ақша түсті. Ақша Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, бүгінгі кеш керемет өтіп жатыр. Нормаль қолыма кілт түсті. Кітапта білімнің кілті кітапта дейді ғой. Бүгінгі неміз өтіп жатыр. Құдай қаласа жоғарылай беріңіздер. Сол кітабымызды жақсы оқып, жүлделі орындармен орала беріңіздер. Кітапхан жобасы Құдай қаласа өрлей берсін. Бүгінгі неден күндеріңіз өз ойын еркін жеткізуі оқиға. Бұл да үлкен менің белгісі деп ойлаймын. Кітаптың жемісі кітап оқығандығынан. Барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Осындай медальдарды алатын білімді шәкірттеріңіз көп бола берсін. Біздің оқушыларға да үлгі боларлықтай өз ойларына кішкентай да болса бір не алып кетеді деп ойлаймын осы күнгі іс-шарада. Барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамын. Көп рахмет сіздерге. Менің ұсынысым ұл балдарды да тартсаңыздар. кітап оқымаса қамшыны білдірсін. Құрметті оқырман, кітап сүйер қауым. Енді бұл қамшының жайдан-жай түспеген анық. Яғни атам қазақ айтады ғой, қамшыларға жаңағы ісі жүрмей жатқан, немесе жаңағы ісі алға баспай жүрген, немесе еріншектігі жалқаулығы басым болған адамды қамшыла дейді. Мынау сөзбен емес, іспен қамшылауға да, немесе мынау қамшыны тікелей мағынада қамшылады біз сабамаймыз ғой енді. Міндетті түрде ол жаңағы сөздің астарында оны жігерлендіріп, сол іске алған бағытын дұрыс жолға түсіру үшін нақты сөздермен тәрбиелеу керек деген ойдан бүгінгі кітап оқу жаңағы кітапхан жобасы өте керемет өтуде. Біздің әкелген оқушыларымыз осы жобаның аясында енді өздерінің алған бағыттарына, кітап оқу жақтарына қарай ойысады деген ойдамын. Әрбір мұғалім, әрбір ұстаз кітап оқу сайысында кітапхан жобасына оқушы дайындасақ, бәріміз де осы Қазақстанның жарқын болашағына кепілдік беретінімізге 100% сенемін. Яғни кітапхан жобасы өте керемет. Бүгінгі мына оқушылардың әрбір айтқан кітаптары, әрбір сөйлеген сөздері
оқушылардың жүректеріне тиіп жатыр деген ойдамын. Яғни өздеріне керек нәрсені миларына тоғып, болашақта өздері де сондай дәрежеге жетіп, жоғары жақтан үлкен нәтижелер оқушылардың өздері айтып жатыр ғой. Көптеген оқушыларымыз өздерінің мінездерін өзгертті, өздерін ортада алып жүргенін өзгертті. Үлкен жетістіктер байқадық. Кеше ғана студенттермен кездесуде сол оқырмандарымыз келген, оқырман студенттеріміз келді. Енді қазір өскен, бір 4 айдың ішінде қаншалықты өскендер өздерін ортада ұстауын олар мақтанышпен айтып жатыр. Мына осы жобаның арқасында, осы кісілердің арқасында. Екіншіден, сол өткенде де біз нені өткенбіз, Берік ағайды да қонаққа шақырған едік, осының жұмыстары көп болып келе алмай қалды. Осы тарих география бірлестігінің күшімен істеліп